Екінші есепке келсек, А және Б нүктелер арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз. Екінші тапсырма. Бұл жерде түзудің теңдеуі y-тен kx плюс b. Математикалық сауаттылыққа сирек болсын кездесетін тақырыптың бірі түзу теңдеуі. Бірінші А нүктесін қарастыратын болсақ, 3 y тең 3 болады. Мынау k, x тең 5 болады. Мынау b. Бізде бір теңдеу пайда болады осылай. Сосын b нүктесі үшін жазамыз. Y бізде 10 болады. К көбейту минус 8 қосу b болады. Азайту әдісін пайдаланайық. 3-тен 10-ды азайтсақ минус 7 болады. Мынау 5К, мынау минус 8К болады. Минус плюс болады да 13К болады. 13К. Сөйтіп, К-ны табатын болсақ, 13 мынаның астына түседі. Минус 7 бөлем 13 тең болады К. Сөйтіп, К-ның мәні шығады. Енді мына біріншісіне қоятын болсақ, 3 тең К деген минус 13-тен 7 көбейту 5 қосу b болады. 3 мынау 13-тен 35 болады. Азайту мында болса қосу болады. 13-тен 35 тең болады b. Тең болады 13. Мында 13, 13-ті 3-ке көбейтсек 39. 39-ға 35-ті асықпай қосайын. 9-ға 5-ті қоссақ 14 бір ойда. 3-ке 3-ті қоссақ 6, 6-ға 1-ді қоссақ 7. Сонда бізде 74 болады. 74-ті 13-ке бөлеміз. Сонда мұнда 5-тен берсек, 5 үшін 15, бір ойда 5 бұрын 5, 65, азайтамыз, 9 қалады. Сонда мына жақ 5 бүтін 13-тен 9. Бұның мәні соған тең. Сонымен түзу теңдеуі y тең kx плюс b. К деген минус 13-тен 7 болады. Минус 13-тен 7 x болады. Қосамын b деген 5 бүтін 13-тен 9. Мінекей. Осы біздің жауап болады. Мат сауаттылықта кішкене жеңілірек деңгейде келеді бұл есепші. Бірақ біз осы деңгейге дайын болсақ, біз кез келген түзу теңдеуіне байланысты есепке дайынырақ боламыз.